Қазақ тілі пәні диалог жаза аламын, сөйлем дегеніміз не? 85-87 бет. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. Есіңе сақта. Диалогте әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталып, алдына сызықша қойылып жазылады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңына не нүкте, не сұрау белгісі, не тілек белгісі қойылады. 85 беттегі 23 жаттығуға назар аудар. Суретке қара. Қожа туралы фильм қалай аталады? Оның кейіпкерлері кімдер? Оқы. Неге шақырдың, Қожатай? Шақырғаным жоқ, ары барыңыз. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге ме, жайша? Мұнда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Оқығанның диалог екенін дәлелде. Диалогке кімдер қатысты? Кім сұрады? Ал кім жауап берді? Диалогты әдемілеп көшіріп ал. Келесі 25 жаттығу. Қожаның алдына қойған міндеттемелерін оқы, көшіріп жаз. Сабақтан себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы орындаймын. Мен үлгілі оқушы боламын. Неше сөйлем жаздың? Әрқайсында не туралы айтылған? Жазуда сөйлемнің бірінші сөзі қандай әріппен басталып жазылады? Соңына не қойылады? Ауызша сөйлеуде сөйлемдер бір-бірінен қалай ажыратылып айтылады? Келесі 87 беттегі 26 жаттығу. Хабарландыру. Қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепшілік жарыс өтеді. Жарысқа қатысам деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелу қажет. Көлік мектеп жанында 8:30-да жүріп кетеді. Тиісті тыныс белгілерді қойып, хабарландыруды көшіріп жаз. Сөйлемнің соңында тыныс белгілерінің әрқайсының қандай қызмет атқарып тұрған туралы өзің қорытынды жасап көр. Балалар, кері байланыс сұрақтарына жауап береміз. Келесі сабаққа 24 жаттығу.